Конституциялық өзгеріс заман талабы. Мәжіліс депутаты Ардақ Назаров жұмыс сапарымен Райымбек ауданына барып, жергілікті тұрғындармен кездесті. Жиналған жұрт өздерін толғандырған сауалдарын қойып, көкейдегі ойларын еркін жеткізді. Әсіресе ел өміріндегі маңызды қадам республикалық референдумға ұсынылатын жаңа конституция жобасы кеңінен сөз болды. Депутаттың сөзінше, заңға енгізілетін өзгерістер елдің алға жылжуына жол ашып, қоғамда әділдік орнатуға және азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған. Реформалар мемлекет пен халық арасындағы байланысты нығайтып, жұрт пікіріне құлақ асатын, ашық әрі жауапты басқару жүйесін қалыптастыруды көздейді. Аудан тұрғындары да белсенділік танытып, ел болашағына бейжай қарамайтындарын білдірді. Осында келіп бүгін халықпен кездестік. Әрине, бүгінгі ата заңымыздың 84%-на жуық өзгерістер болды. Бірақ дей тұрғанмен бүгінгі заманға сай, өйткені қазір әлем өзгеріп жатыр. Технология дамып жатқан заманда біздің ата заңымызда соған бейімделіп жасалып отыр. Бірнеше күннен бергі істеп атқарып жатқан жұмыстарымызда аудан халқының осы ата заңымызға енгізілетін өзгерістерді дұрыс пікірмен, жақсы түсінікпен қабылдап, қолдауын ғана көріп жатырмыз.